Сәлем квиз чемпиондар. Бүгін сендерді жалпы білімге арналған үлкен квиз күтіп тұр. Бұл видео география, ғылым, тарих, математика және ғарыш туралы 40 сұрақтан тұрады. Сұрақтар өте қиын. Сол үшін асықпай, видеоны тоқтатып, ойланып алсаң да болады. Бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, өз пікіріңді қалдыр. Бірінші сұрақ. Күнге ең жақын планета қайсы? Әрине, ол Меркурий. Жердегі ең үлкен мұхит қайсы? Әрине, Тынық мұхит. Әлемдегі ең үлкен құрлық қайсы? Әрине, ол Азия. Феррум химиялық таңбасы қай элементке тиесілі? Темір ма, фтор ма, әлде франций ма? Әрине, феррум ол темір. Атом нөмірі нені көрсетеді? Егер сұрақты білмесең, қапаланба. Атом нөмірі протон санын көрсетеді. Жарықтың вакуумда жылдамдығы шамамен қанша? Вакуум дегеніміз ауа жоқ кеңістік. Әрине, 300 000 км секундына. Адам ағзасына ең үлкен мүше қайсы? Ол жүрек, тері немесе өкпе. Әрине, ол тері. Қанға қызыл түс беретін заттар қалай аталады? Гемоглобин, коллаген, инсулин. Әрине, ол гемоглобин. Фотосинтез кезінде өсімдік негізіне қандай қаз сіңіреді? СО2 немесе көмірқышқыл газы. Жердің табиғи серігі қалай аталады? Бұл енді оңай сұрақ. Әрине, Ай. Ең терең мұхит шұңғымасы қалай аталады? Мариан, Ява немесе Перу. Мариана шұңғымасы 11022 метр. Әлемдегі ең биік тау қайсы? Әрине, Эверест. Егер картада масштаб 1-ге 100 000 болса, картадағы 1 сантиметр шынайы өмірде қанша метр болады? Әрине, 1 сантиметр 1000 метрге тең болады. Ежелгі пирамидалар көбіне қай өркениетпен байланысты? Әрине, ежелгі Мысыр. Колизей қай қалада орналасқан? Ол Италия, Римда. Қай қалада гондолалар мен әйгілі каналдар бар? Әйгілі су каналдары бар. Әрине, ол Венеция қаласы. Ренессанс дәуірі ең алдымен қай салада жаңғырумен байланысты? Қай салада дами бастады? Спорт, сауда немесе өнер мен ғылым? Әрине, өнер мен ғылым. Мона Лиза картинасын кім салған? Да Винчи, Ван Гог немесе Пикассо? Әрине, Леонардо да Винчи. Гамлет шығармасының авторы кім?
Ромео и Джульеттаны да сол кісі жазған. Шекспир, Диккенс немесе Твен? Әрине, Уильям Шекспир. Одиссея қандай ежелгі мәдениетпен байланысты шығарма? Грек, тай немесе үнді мәдениеті? Әрине, грек мәдениеті. Демократия сөзі алғаш қай өркениетпен тығыз байланысты? Тағы да Грекия, Мысыр немесе Вавилон? Әрине, ежелгі Грекия. Қай өнертабыс кітаптары көптен басуға мүмкіндік берді? Баспа станогы, телеграф немесе компас? Әрине, баспа станогы. Компастың негізгі қызметі қандай? Әрине, бағыт анықтау. Жердің өз-өзінен айналуы ненен тудырады? Әрине, солайша күн мен түн ауысады. Жыл мезгілдерінің ауысуына басты себеп не? Әрине, жер осының ең кеуі. Қай планетада сақина жүйесі ең айқын көрінеді? Марс, Сатурн немесе Меркурий? Әрине, Сатурнда. Қай жануар сүтқоректі болса да, жұмыртқа салады? Әрине, ол үйрек тұмсық. ДНК-ның ДНК қандай ақпаратты сақтайды? Яғни оның қызметі қандай? Тұқым қуалау, ауа температурасы немесе жыбыс жиілігі? Әрине, тұқым қуалаушылық аппарат. Адам миының негізгі қызметі қандай? Ақпаратты басқару және өңдеу, қан сызу немесе сүйек жасау? Әрине, ақпаратты басқару және өңдеу. Қай орган қандағы зиянды заттарды сүзуге көмектеседі? Яғни фильтр ретінде атқарады. Бүйрек, асқазан немесе құлақ? Әрине, бүйрек. Пифагор теоремасы қай фигураға қатысты? Үшбұрыш, шеңбер немесе трапец? Суретте жауап белгіленген. Әрине, бұрышты үшбұрыш. 90 градус бұрыш қалай аталады? Тік бұрышты үшбұрыштағы 90 градус бұрыш қалай аталады? Сүйір, тік немесе доғал? Әрине, тік бұрышты үшбұрыш. Егер сан 3-ке бөлінсе, оның цифраларының қосындысы қандай болу керек? 2-ке бөліну керек, 3-ке бөліну керек, немесе 5-ке аяқталу керек? Үшке бөліну керек. Қай сан, жай сан? Әрине, 29. 100 санның 15% қанша? 100-дің 15% қанша? 100% болады өз. 100-дің 15% ол 15 болады. 1 километрде қанша метр бар? 100 мың немесе 10 мың метр бар. Әрине, 1000 метр бар. Қайсысы энергия көзіне жатады? Күн сәулесі, көлеңке немесе бос кеңістік? Әрине, күн сәулесі. Жел энергиясы нені пайдаланады?
ауа қозғалысын пайдалану арқылы энергия шығарады. Мұз ерігенде қандай күйге өтеді? Сұйық, газ немесе қатты күйге? Әрине, сұйық күйге өтеді. Су буы қайта сұйыққа айналған процесс қалай аталады? Әрине, ол конденсация процесі.